Саламатсыздар ма? Металлургия білім бағдарламасының студенттері. Бүгінгі дәріс металлургия өндірісінің негіздері пәні бойынша дәріс беруші Әбділжейіт Асылбек Мейрамханұлы. Бірінші дәріс. Кіріспе металдар мен қорытпалардың жіктелуі. Дәрістің мақсаты металдар туралы жалпы түсінік беру және олардың технологиясын таныстыру. Дәрістің жоспары: бірінші, металдардың жіктелуін қарастырамыз. Екінші, металдар мен қорытпалардың техникада қолдануы. Кілт сөздер: қара металдар, түсті металдар, сирек металдар, темір, мыс, алюминий, қорғасын, мырыш, алтын, күміс, вольфрам, ванадий, титан, уран. Металдардың жіктелуі. Қазіргі уақытта металдар екі топқа жіктеледі. Бірінші, қара түсті металдар, екінші түсті болып бөлінеді. Қара түсті металдар тобына темір және оның қорытпалары, сонымен қатар марганец, ванадий, хром келеді. Қалғандары түсті металдар тобын құрайды. Түсті металдар өз кезегінде келесі топшаларға бөлінеді. Бірінші, ауыр түсті металдар: мыс, никель, мырыш, қалайы, қорғасын, кадмий, ковальт, мышьяк, сүрме. Екінші, жеңіл түсті металдар: алюминий, магний, натрий, сонымен қатар бериллий, литий, барий, кальций, стронций, калий. Асыл металдар: алтын, күміс, платина, осмий, ирдий, родий, рутений, палладий. Сирек түсті металдар өз кезегінде келесі топшаларға бөлінеді. Бірінші, қиын балқығыш металдар: оларға титан, цирконий, гафний, ниобий, тантал, молибден, вольфрам, рений жатады. Ал шашыраңқы металдар топшасына галлий, талий, германий, селен, теллур, индий, рубидий, цезий жатады. Сирек жер металдарға скандий, итрий, лантаноидтар жатады. Ал радиоактивті металдарға радий, актиний, актиониттар, торий, проактиний, уран және уранның жан жағындағы элементтер жатады. Сирек кездесетін металдар жер қабатында аз мөлшерде болуы міндетті емес екенін естен шығармау керек. Мысалы, ол бірінші кестеде көрсетілгендей, литий жер қабатында мырыш, қалайы қоспалармен бірге кездеседі. Сондықтан бұны сирек деп аталуы сондықтан. Келесі слайд. Металдардың техникада қолдануы. Бүгінгі күнде адамзат цивилизациясында материалдардың іргетасы темір болып табылады. Темір қорытпалары ол болаттардан, аппаратуралардан, құрылыстардың, машиналардың басым бөлігі дайындалады. Темір үлесінің металл өндірісіне жалпы көлемі 90%-дан астамы тиесілі. Сондықтан өмір сүріп жатқан тарихи кезең темір дәуірі деп аталған тектен емес. Келесі қарастыратымыз алюминий. Алюминий бұл 200 жыл бұрын ашылғанына қарамастан алюминий қолдану бойынша масштаб бойынша екінші орынға кіреді. Бұл жаңа техникалар жасауда, конструктивті материалдар, яғни алюминий тығыздығы бойынша ол темір мен мысқа қарағанда 3 есе аз. Және алюминийдің тағы бір ерекшелігі ол пластикалығы, салыстырмалы беріктігінің жоғалығы және коррозияға төзімді сияқты қасиеттері қызықтырады. Алюминий электр өткізгішімен қатар жылу өткізгіші мыстан сәл ғана төмен. Басқа элементтермен кремний, магний, бериллий, никель, мыс, никель легирлеу және терме өңдеу нәтижесінде қаттылығы мен беріктілігі жағынан таза алюминийні асып түсетін қорытпаларға болады. Осы қасиеттердің арқасында алюминий авиациялық және ғарыштық өнеркәсіпте басты металл болып табылады. Зымыран саласында зымыран массасының жартысын, ал жолаушылар ұшағының 3-тен 2-сін, тіпті 3-тен 4 бөлігін алюминий үлесіне тиесілі. Алюминийдің көліктен басқа түрлерде қолдану масштабы күннен күнге өсуде.
Соңғы жылдары алюминий қорытпаларынан жасалған құрылыс конструкциялар индустриясы қарқын дамуда. Электротехникалық алюминий өндірісі алюминийдің ірі тұтынушысы болып табылады. Сымдар, кабельдер, трансформаторлар, орамдар, конденсаторлар. Алюминий ол отқа, коррозияға төзімді болып табылады. Ол жұқа, жаңағыдай коррозияға төзімдігін сақтайтын пленкалар алуға болады. Алюминий бұл металлургияда белсенді химиялық тотықстандырғыш ретінде қолданылады және болатты қышқылстандыру және алюминий термиялық әдіспен алу кезінде қолданылады. Келесі металл мыс. Мыс өндіру мен тұтыну көлемі бойынша 3-ші орында. Мыс ең жоғары өткізгішке күміс деңгейіне ие болғандықтан электротехникада басты металл болып саналады. Жақсы пластикалығы мен жоғары беріктілігіне үйлесіне ие болғандықтан мыс өткізгіш өнімдер дайындауда өте жақсы материал болып табылады. Сымдар, кабельдер, контактілер. Мыс өте жоғары жылу өткізгішке ие болғандықтан көп жылдан бері жылу техникалық құрылғылар, яғни тоннат, қыздырғыш өндірісінде таптырмайтын металл ретінде қолданылады. Мыстың мырышпен қосындысы жез деп аталады, ал қалаймен қосындысы қола деп аталады. Бұл өндірісте өте жоғары деңгейде қолданылады. Келесі металл никель. Никель бұл ашылғанына 150 жылдан астам болғанымен бұл әлі өндірістік қолданыс табылмады. Тек бұны 19 ғасырдың екінші жартысында болаттың сапасын жақсартатын керемет қасиет табылғаннан кейін оны өндіру көлемі тез қарқынды дами бастады. Мыстың 70%-ға жуығы ыстыққа төзімді тоттанбайтын болат өндірісінде қолданылады. Басқа металдармен бірге қатты және аса қатты қорытпалар құрамына кіреді. Никельдің инвар деген қорытпасы бұл өте төмен термиялық ұлғаю коэффициентке ие. Некром деген қорытпасы қыздыру кезінде қолданылады. Ал серіппері элинвар қорытпасы ол серіппелердің үшін өте жақсы металл. Никель қорытпаларының бірқатар жоғары магний қасиеттерге ие. Ол яғни тұрмыстық техникада және химия өнеркәсібінде және антикоррозиялық қасиет береді. Келесі слайд. Келесі қолданылатын металл ол магний. Магний ерекше қасиетке ие. Ол алюминийден 1,5 есе, темірден 4,5 есе және тығыздығы төмен. Ғалымдар магнийдің қатысуымен жеңіл, берік, термотұрақты қорытпалар қатарын ашты. Магнийді ілгеру үшін титан, алюминий, мырыш, марганец, бериллий, литий сияқты қорытпалар қолданылды. Магний ол зымыран, ядролық реакторларда қозғалтқыш бөлшектерінде қолданылады. Және де бензин бактарда, автобустарда, жеңіл машиналарда, фотокино аппараттарында магний қорытпаларын жасалады. Магнийдің болатты қышқылстандыру мен қатар ол яғни тотықстандырғыш есебінде шойын өндірісінде модификациялау ретінде үлкен металлургияда рөл атқарады. Келесі хром. Бұл хром негізгі мөлшері тоттанбайтын болат, ыстыққа төзімді болат өндірісінде қолданылады. Хром ленгерленген болаттардан подшипниктер, автомобильдер, тракторлардың, локомотивтердің және турбиналар бөлшектері жасалады. Хром металл өнімде электролиттік қаптама жасауда қолданылады. Хром магнезиттік кірпіші есебінде бұл өте жоғары сапалы материал есебінде қолданылады. Хромның химиялық қоспалары шыны, керамика, мата жасау өндірісінде бояу ретінде қолданылады. Ал лазерлік қондырғыларда рубиндік кристалл құрамында аз мөлшерде хром оксидін қолданылады. Келесі марганец қорытпасы. Бұл марганец қорытпасы химиялық қосылыс ретінде шыны өндірісінде химиялық үрдістерде катализатор ретінде қолданылады. Бірақ марганец басым көпшілігі болат өндірісінде қолданылады. Оның біреуі кадмит болат болып табылады. Бұл яғни жоғары отқа, коррозияға төзімді болат болып табылады.
Бұл болаттардан біз трактордың, ұсатқыштар, диірмендер, экскаваторлардың бөлшектерін жасауда қолданылады. Келесі қорытпа мырыш қорытпасы. Бұл мырыш темірдің антикоррозиялық қаптамасы ретінде электрик батарея дайындауда, цианидті ерітінділерде алтын, күміс тұтыну үшін, басқа да металдар өндіру үшін қолданылады. Келесі қалайы мыс пен қорғасының қорытпаларымен қола бабиттер құрамына енеді. Қорғасының 1/3 бөлігі жылуға, автомобиль және басқа көлік түрлері үшін электромобильдік аккумулятор өндірісінде жұмсалады. Қорғасының пластинасының сәулеленуінен қорғану үшін бөлмелер қаптаулы пайдаланады. Қорғасының кейбір қышқылдар мен негіздер әсерінен жоғары химиялық тұрақтылығын ескеріп, онымен көптеген химиялық ішкі беттерін қаптайды. Алтын мен күміс бұл өзінің химиялық тұрақтылығын және жоғары құнды тауар ақша ретінде алдыңғы ғасырдан бастап дамып келеді. Кейінірек ақша эквивалентті функциялары тек алтын ғана атқарады. Күміс химия өнеркәсібінде бірқатар үрдістерді катализатор ретінде кино, фото материалдарының жарыққа сезімтал импульс ретінде қолданып келді. Келесі слайдты бериллий. Бұл көптеген жылдар бойы практикада қолданылмай келген, бірақ қазіргі уақытта конструктивті материалдар ретінде қолданады. Бериллий жоғары радиациялық тұрақтылыққа ие. Ол ядролық реакторларда нейтрондардың ең жақсы бояуытқыш болып табылады. Бериллий металлардың ішінде ең жоғары меншікте беріктікке ие. Бұның балқу температурасы бериллий тотығының 2570. Литий ең жеңіл металл болып табылады. Судан 2 есе, алюминийден 5 есе жеңіл. Литий мен бериллий қорытпасы небары 1-1,5 тығыздыққа ие бола отырып, жеткілікті механикалық қасиет береді. Сілтілік аккумуляторлерде бұл қорытпа кеңінен қолданылады. Литийдің электрлік батарея сыйымдылығы мырыш электр батареядан 6-7-8 есе жоғары. Келесі қиын балқитын металдар, вольфрам мен молибден болып табылады. Бұл электр пештерінде қыздырғыш ретінде жарық беретін электронды лампалар, элементтердің электрлік контактілерде лактар -45 градустан 300 градусқа жұмыс істейтін жағар майларда дайындау үшін қолданылады. Келесі ванадий. Ванадийдің 90% болат пен шойынды легірлеуге жұмсайды. Болатқа ванадий қосу нәтижесі оның беріктігі, тұтқырлығы, серпімділік шегірі жоғарылайды және шынықтыру температурасы интервалын кеңейтеді. Ванадий карбидтері болаттың қаттылығын жоғарылатады, соқпалы үйкемелі жүктемелердің кедергісін арттырады. Ванадиймен бірге легеру үшін хром, никель, молибден, вольфрам пайдаланылады. Ванадийлі болаттар ауыр және жеңіл машина жасау өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Келесі қорытпа титан. Бұл титан өте жоғары меншіктікке ие, сондықтан оның қолдану олжы 70-80% реактивті авиациялық ғарыштық зымыран техникасына болып табылады. Соңғы уақытта титан қорытпаларын кеме жасауда, химиялық машина жасауда кеңінен қолданылады. Келесі цирконий. Цирконий бұл ядролық реактор болып табылады. Ол ядролық реактор элементтерін жасауда ең қолайлы материал болады. Және электроникада цирконийдің газдың жұту қабілеті электрондық жоғары құрылғыда жоғары вакуум сақтау үшін қолданылады. Өндірілетін цирконийдің көбісі тотық күйінде отқа төзімді фарфор, эмаль шыны өндірісінде қолданылады. Келесі гафний. Бұның қолдануы ядролық реакторда қорғаныш ретінде қолданылады. Жалпы гафний карбидінің балқу температурасы 3890, ал басқа қорытпалармен бірге қолданылғанда танталмен 4200-ге барады. Келесі торий. Оның қосылыстары темір түсті металдарда легерлеу үшін органикалық синтез катализатор ретінде қолданады. Торийдің тотығы жоғары отқа төзімді материал. Торий ядролық отын ретінде уранның орнында қолдану мүмкін. Келесі уран. Ол ядролық реактордың негізгі отыны болып табылады. Келесі скандий.
және оның қосылыстары жеңіл қорытпалар өндірісінде, электронды техникаларда, жарық техникасында, арнайы керамика өндірісінде қолданады. Бұл скандийдің оксидінің 1 граммы $2,8 болып табылады, ал таза скандий $15 басталады. Танталный ниобий бұл радиоэлектроникада, ыстыққа төзімді және аса өткізгішті қорытпаларда қолданады, көбінесе машина жасау өнеркәсібінде қолданады. Келесі галлий мен индий. Бұл екі элементтің қолдану ұқсас, олар жартылай өткізгіштерде және де дәнекерлеуге арналған қорытпалар мен дәнекерлегіштерде қолданылады. Және де бұл күн батареяларында, инфрақызыл сәулелерді қабылдағыштарда, лазерлерді қолданылады. Келесі Германия. Германияның басты қолдану бағыты жартылай өткізгішті электроникада қолданылады. Қазіргі уақытта Германия негізінде өндірістік айнымалы токтың түзеткіштері жасалынған. Олардың жоғары пайдалы әсер коэффициенті 95%-ға дейін жоғарылайды. Келесі Рени бұл аса химиялық және мұнай өнеркәсібінде катализатор қызметін атқарады. Ренийдің таза Рени мен вольфрам қорытпасы жарықтықта вакуумды техникасында өндіруге қолданылады. Селеу мен телур бұл электрик және радиотехникада қолданылады. Селеннің жарық интенсивтілігі тербелістерде жоғары сезімталдығы, бұл термоэлектрлік құрылғыларда, күн батарейкасы, люминофорларда қолданылады. Қорғасын қалайы сынап және кадмий телуриттерді инфрақызыл сәуленішілер мен радиация детекторын пайдалануға болады. Селеу мен телур жартылай өткізгіштерлерді егеріледі. Келесі сирек металдар. Бұл сирек металдар мен қорытпалардың химиялық құрамына қарай қара түсті металлургияда, шыны мен керамика өндірісінде, атом энергетикасында қолданылады. Бұл металдың оксидтері реттегіш өзекшелер және қорғаушы керамика қаптамалының құрамына кіреді. Сирек металдар әртүрлі лазерлер қолданылады. Олар лантаниттермен және оның қорытпаларында олардың қасиетін жоғарылау үшін қолданылады. Қазіргі таңда 19 ғасырдың 70 жылдан бастап сирек металдар жиі қолданылып келеді. Келесі бақылау сұрақтары. Бірінші, қара металдар тобына қандай металдар кіреді? Екінші, түсті металдар тобына қандай металдар кіреді? Үшінші, қара металдар техникасы қай салада қолданылады? Төртінші, түсті металдар техникасы қай салада қолданылады? Глоссарий. Металдар жоғары жылу және электр өткізгішке солымдық және жылтырлық және басқа да кристалдық тобына еркін қозғалатын электрондардың үлкен саны бар ерекше қасиетті заттар. Келесі бұл осы дәріс бойынша қолданылатын әдебиеттер тізімі. Сіздерге дәріс тыңдағаныңыз үшін көп рахмет.